Әйгілі таушаңғышы Линдси Вонн өзін басқа бағытта сынап көруді қолға алды. Бұл жолы америкалық спортшы экстремалмен айналысуды жөн деп санағандай, желкенді қайық спортында бағын сынады. Қауіпсіздік костюмы табылмаған жағдайда да Линдсидің бұл әрекетіне тоқтату мүмкін емес еді. Танымал таушаңғышын желкенді қайық спортына деген қызығушылығы қанында бар секілді. Вонн өзен қаласы атанып кеткен Миннеаполиске жақын маңайда дүниеге келген екен. Бұл жерде 24 ірі су қоймалары орналасқандығын айта кеткен жөн. Линдси Воннға алғашында мамандар жай ғана отырып тамашалауға ғана кеңес берген. Алайда бұлай етуге шыдамы таусылған ол мамандардан өзіне қызмет беруін өтінді. Табандылық танытқан оған гриндердің міндеті берілді. Бұл қызмет желкенді қайық жүргізуде тәжірибені талап етпейді, бастысы қос қапталдағы борттың бағытын өзгертіп отыру. Осылайша спортшы толқын үстінде сағатына 70 км болатын жылдамдықпен аса қауіпті жаттығуға кірісті. Оның қайтпас қайсар мінезімен ерекшеленетін спортшы. Оның осы қасиеті өмірінде кездескен барлық келеңсіз жағдайларды жеңе білуге көп көмегін тигіз. Кезінде жарыс барысында ауыр жарақат алған ол спорттық мәнсабын аяқтауға да сәл-ақ қалған еді. Дәрігерлер спортшының тізесін қалыпқа келтіру үшін біраз қиындыққа ұшырады. Қатарынан бірнеше мәрте жасалған ота, бірнеше айларға созылған ем қабылдау. Осының бәрі Вонн үшін ауыр кезеңдер еді. Артынша таушаңғысына қайта оралды. Those are my guys now.